Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сәуле Әлиева. Бүгін кешкі асқа осындай биф строганов дайындайтын боламыз. Құрамына қажетті заттар: сиыр еті, пияз, ұн, тұз және қаймақ қажет. Алдымен етімізді ұзынша етіп, соломка етіп турайтын боламыз. Әрине өзіңіз қалауыңыз бойынша турасаңыздар да, кубик қылсаңыздар да болады. Бірақ осылай көбіне соломка етіп тураған дұрыс. Және етіміз майсыз болуы қажет. Жұмсақ, майсыз жерінен алыңыз. Жуамызды турайтын боламыз. Онда өз қалауыңыз бойынша турасаңыз болады. Кубик қылсаңыздар болады. Мен осылай жартылай кольц етіп, жіңішкелеп турадым. Ең бастысы жіңішке болуы тиіс. Жаңағы туралған етімізге тұз, ұн және де қара бұрышты қосып араластырамыз. Ұнды қосатын себебіміз біздің тамағымыз сондай сочный, соусный, өте дәмді, жұмсақ болады. Қызып тұрған майымызға жуамызды қуырып аламыз. Себебі етті бірінші қуырсақ, оның соғы кетіп қалуы мүмкін, қатты қуырылып. Сол себепті бірінші жуаны қуырған жөн. Мінекей біздің жуамыз зарғыш алтын түске енді. Міне осы кезде біз етімізді қосып араластырып жақсылап қуырамыз. Неге көріп тұрғандарыңыздай соғы шықты. Өз қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен паприка және тұз қостым. Ал енді қаймақ қосамыз. Қаймақ 3-4 қасық қостым мен. Қаймақ қаншалық көп болса, соншалық соусты әрі дәмді, кислый болады. Оны өз қалауыңыз бойынша, себебі біреулер андай жидкий болған ұнайды, біреуге сочный болған ұнайды. Енді суымызды қосамыз. Бетін жауып 40-60 минут пісіреміз. Пісуіне 20 минуттай қалған кезде сары майды қоссаңыздар болады. Сары май өте ерекше дәм береді. Неке достар, біздің өте дәмді кешкі асымыз дайын болды. Өз қалауыңыз бойынша гарнир қойсаңыздар болады. Менде бүгін пюре. Міндетті түрде дайындап қараңыздар. Дәмі өте ерекше әрі дәмді. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруыңызды ұмытпаңыз. Инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыз.